Баршаңызға сәлем. Бүгін каналда королевский торттың рецептісімен бөлісетін боламын. Толық құрамды описание бөліміне қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін көріп, тіркеліп лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен таза ыдысымызға жұмыртқамен қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап тұрып, бір келкі қантымыз ергенше бір келкі араластыратын боламыз. Толықтай араластырып болғаннан кейін сұйық майымды, жылы сүтімді салып 1-2 минуттай араластырып аламын. Ұнға қопсықшымыз салып, қасықтың көмегімен бір келкі араластырамыз. Ұнымызды салып, миксердің көмегімен бір келкі бисквит дайындайтын боламын. Бисквитіміз дайын. Таза 3 ыдысымызға бисквиттерімізді бөліп теңге етіп салып шығатын боламын. Толықтай салып болғаннан кейін бисквиттерімізді бір-бірдей толықтай салып шыққаннан кейін какаоны салып қасықтың көмегімен бір келкі етіп араластырамын. Орегімізді саламын. Және макты салып бір келкі етіп араластырып шығамын. Толықтай араластырып болғаннан кейін газге 180 градуста 20-25 минуттай бисквиттерімді пісіріп алатын боламын. Бисквитім дайын болам дегенше, ортасындағы торт кремдерін дайындайтын болам. Алдымен творожный сыр және қант немесе сахарный пудра салып, миксердің көмегімен осылай араластырып болғаннан кейін үстіне сливкиді құйып, жақсылап крем шыққанша араластырамын. Мен бұл жерде кремге макты қосып жібердім. Сіздер қоспасаңыздар да болады. Креміміз дайын болды. Енді піскен бисквиттерімізді бір келкі торт қылып жинақтайтын боламын. Алдымен артық жерлерін кесіп алып тастайтын боламын. Артық жерін толық алғаннан кейін торттарымды жинақтап аламын. Алдымен осылай кальцонның көмегімен бисквиттерімді салып 4-5 қасықтай лопатканың көмегімен 4-5 крем ортасына салып шығамын. Одан кейін какао қосылған бисквитін саламын. Кремін жағып, одан кейін тағы мак қосылған бисквитін салып 20-25 минутқа холодильникке қоямын. Қазір мен сол 20 минуттан кейін алдым тортымды. Енді қалған кремін жақсылап видеодағыдай жап шығамын. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір тіркелген жазған комментарияларыңыз канал үшін өте маңызды. Кремді дәл видеодағыдай жазып шықсаңыздар болады. Кремді толықтай жағып шықтым. Енді бетін өз қалауларыңызша әдемілесеңіздер болады. Мен қалған креммен дәл осылай насадканың көмегімен әдемілеп шықтым.
Тортымды әдемілеп шықтым. Енді холодильникке 1-2 сағатқа қоятын боламын. Тортымды холодильниктен алдым. Енді ортасын кесіп сіздерге көрсететін боламын. Көріп тұрғандарыңыздай, бір жасағаннан өте әдемі, идеальный болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.